Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалының 47-48 бөліміне келдік. Яғни бүгін Угурдың үйіне полициялар келеді. Үйінде тек анасы болатын. Анасы жылап, сықтап, бақырып, айғайлайды: менің балам ұрлық жасамайды, ұрлықшы болуы мүмкін емес. Менің Угурым тіпті жердегі құмырсқаға да зияны тимейді дейді. Сол жерде ұйқы де болады. Бірақ бұл үлкен әже мен қызға қарамай, осы анасы мен ұйқыны полицей бөліміне алып кетеді. Ал Джемаль болса Алмаз қайда кетті, және ол екеуі Алмазды алып кетті. Сендер қайда жүрсіңдер? Сендер неге ол екеуін ұстап қалмағансыңдар деп серіктестеріне айғайлайды. Ол серіктестері де оған: біз қайдан білейік, екеуін байлап, қолдарын кісендеп кеттік қой, оның қалай шешіп кеткенін біз білмейміз дейді. Одан кейін де Жандан да телевизор көріп, осы Угур мен Демир екеуін көріп қалып, ол да аң-таң болады. Яғни екеуінің ұрлықшылар екенін, Алмаз ұрлаушы бүкіл ел осыларды іздеп жатқанын телевизордан көрсетеді. Ал Өйкінің анасы Асу шетелге қашып кетіпті. Ал Өйкіні полицейлер анасы да әкесі жоқ болғандықтан оны балалар үйіне апармақшы болып жатады. Одан кейін Демир мен Угур екеуі үлкен КамАЗбен Анталияға кетпекші болады. Бірақ Демирдің жүрегі бір нәрсені сезгендей, қайта-қайта мен жаңағы Өйкіге хабарласуым керек, мен ол дәрісін ішіп жүрмекен, тамағын ішіп жүрмекен, Асу оған дұрыс қарап жүрмекен деп қатты мазасызданып, неден телефон соғатын жерге барып телефон соғады. Бірақ ол Асу да телефонды алмайды, және осы Угурдың анасы да алмайды. Содан кейін ол ақыры Жанданға хабарласып, Жанданға айтады: қызымды көре ала, қызыма арасында қарап қойшы. Жандан: жарай ма, мақұл ма, егер де менімен сөйлесіп жатқаныңды ешкімге білдірме дейді. Сол кезде Жандан айтады оған. Ал Жандан болса оған айғайлап ұрсады: сен не істеп жүрсің? Сен әке емессің ба? Өйкі деген детдомға өткізілейін деп жатыр. Ал Угурдың анасы жылап сықтап полицей бөлімінде отыр. Ал сен жүрсің қаңғып немесе ұрлық жасап. Егер де шынымен еркек болсаң, егер де қызыңды шынымен де жақсы көрсең, мойындамайсың ба деп, ең болмаса көзіне тіке қара дейді. Сосын телефонды тастап жібереді. Одан кейін Демир мен Угур екеуі жаңағы Анталияға кетуден бас тартады. Таксиге отырып Стамбулға қарай жол тартады. Және Джемаль өзінің зергердің үйін іздеуге кетеді. Яғни бұл зергер Демир мен Угурге осы Алмазды әкел деп тапсырған адам. Сондықтан оны іздеуге кіріседі, зергерді. Ал Демир мен Угур екеуі жаңағы зергер кісіні бірінші тауып алып, Джемальдан бұрын тауып алып, оған айғайлайды: сен бұл бәлеге осы бәлеге тап қылғызған, сондықтан сен шығарасың бұл нәрседен деп бопсалайды. Егер де бізді құтқармасаң, бізді бұл нәрседен шығармасаң, сені деп түрмеге алып кетеміз дейді. Бізге үй тауып бер, немесе ішетін тамақ тауып бер, біз ашпыз, тіпті көшеде жүре алмай қалдық дейді. Ал зергер болса бұлардың сөзіне сеніп бір үйге әкеліп орналастырады. Содан кейін Жандан Өйкіні алып, Өйкінің Асудың үйіне келеді. Өйкі қатты шаршаған, оны ұйықтатады. Ал сол кезде Асу Өйкіге хат жазып кетті: маған ренжіме қызым, мен саған ана болып та жаратпаймын, және өзімді де асырай алмай жүрген адаммын. Әкең сені қатты жақсы көреді, сен соған бар деп хат жазып кетеді. Оны Жандан көріп: ай Асу-ай, сенің бұл не істегенің деп біртүрлі таңғалып қалады. Одан кейін негізі Джемаль ұстара деген бір кісіні түрмеден шығарып, осы екеуін ұстап беріпті. Осы Джемаль, осы Алмаз туралы, осылардың ұрлықшы екенін телевизордан көрсеткен, осылардың барлығын осы Джемаль ұйымдастырған екен. Және осы ұстара деген бір кісіні, енді не болған, қалай айтсам екен, ол да бір жаман адамдардың бірі, осы ұстара деген кісіні түрмеден шығарады да, осы ұстара деген кісіге айтады: осындай бір екі бала Алмаз ұрлауға келеді, сен оларды полицейге ұстап бер және түрмеге қамат дейді. Сөйтіп жаңағы ұстара деген кісі екеуін енді сол Алмазды ұрлайын деп жатқан кезде ұстап алады, және қол аяғын байлап сол жерге тастап кетеді. Және дереу сол мезетте полицияға звондап: осындай ұрлар жүр, алып кетіңіздер дейді. Бірақ енді дәл осы сәтте ертерек Демир мен Угур екеуі қашып шығып кетеді. Одан кейін Өйкіні балалар үйіне алып кетуге адамдар келеді. Қажы әже онымен жылап қоштасады: егер де қолынан келсе, сені өзім қарайтын едім, маған да бермей жатыр ғой деп онымен қоштасады. Ал Демир сол кезде біртүрлі болып: мен қызымды сағындым, мен қызымды бір-ақ рет болса да көрсем екен дейді. Сол кезде Угур айтады: мен бір нәрсе ойлап таптым, мені гений дерсің деп, маған телефон керек дейді. Екеуі телефон сатып алып, бір кісіге, Угурдың жолдас баласына звондайды. Сонымен ол кісі бір пакет әкеліп береді. Сол кезде Демир ол пакеттің ішінде не бар деп оған айғайлайды: сен ағай бір нәрсе бықсытып жүрсің, біз мына жерде көшеге шығуға ұялып жүрсек дейді. Сол кезде Угур пакеттің ішін ашып қалса, Клауның киімі екен. Демир Угурды құшақтап: сен таза генийсің, сен сондай тапқырсың, басың толған ақыл деп оны құшақтап жөнеледі: сен сондай жақсы досың дейді. Сөйтіп екеуі Клауның киімін киіп алып, жаңағы балалар үйіне барады. Және Өйкі Жанданға айтады: егер де Жандан әпке, егер де әкем саған хабарласса, айтшы, мен оны қатты жақсы көретінімді, және мені кешіре алса кешірсінші, маған ренжіп жүрген шығар, ол мен анамды таңдағаныма дейді. Одан кейін Өйкі детдомға келеді. Сол жерде мұғалімдер: бүгін бізге осындай Өйкі деген қыз келді деп таныстырады. Сол жерде Өйкі біртүрлі болып, мұңайып сөйтіп жүреді. Сонымен бөлмеге кіргеннен кейін бір баяғы досы Айша деген қызды көреді. Екеуі бір-бірін көріп құшақтай жөнеледі. Ал Айша айтады: Өйкі, сен мұңайма, мен сенің қасыңда жүремін, саған көмектесемін, бұл жер өте жақсы, өте достар көп дейді. Одан кейін Джемаль зергерді тауып алады: егер де маған Угур мен
Демирді тауып бермесең, мен сені түрмеге тығамын, түрмеге тоғытамын. Маған екеуінің қай жерде жатқанын, қай үйде тұрып жатқанын маған көрсет дейді. Сол кезде зергер қорыққаннан оның екеуінің қай жерде жатқанын айтып береді. Одан кейін Демир мен Огур екеуі клоунның киімін киіп алып ұйқыға келеді. Ұйқыға келіп балаларды ойнатады сол жерде, сөйтіп шетте ұйқы қосылмай отырады. Сол кезде Демир келіп, қалайсың балақай, сенің көңілің күйің жоқ қой, сен әкеңді сағындың ба деген сияқты әңгімелерге айтып, оны ұйқыны тарта бастайды. Одан кейін өзінің Демир екенін, яғни әкесі екенін айтады. Екеуі құшақтасып, мен сені бұл жерден алып кетемін деп оған сөз береді. Одан кейін Джемаль жаңағы Демирлердің үйінде күтіп отырады. Джемаль Демирдің үйінде күтіп отырады, бірақ ол Демир мен Огур екеуі оны байқап қалып, үйге қарай кірмейді. Одан кейін Жандан досына хабарласады. Досы болғанда атын ұмытып тұрмын. Яғни дәрігер, бас дәрігер, дәрігерлердің үстінен қарай ма, әлде аурухананың бастығы ма, сондай. Соған барлық мән-жайдың барлығын айтады. Сол кезде Жандан айтады, полицейлер айтты, егер де мен асырап алатын болсам, мен бойдақ екенімді маған бермейді. Егер де мен үйленетін болсам, отбасылық жағдайымды барлығын қарастырып маған беруге болады екенін айтады. Сол кездегі жаңағы досы айтады, мен саған көмектесе аламын. Егер де маған шынымен де үйленсең, екеуміз ұйқыны асырап аламыз дейді. Сол кезде Жандан қатты қуанып кетеді. Қатты қуанып кетіп, оған шын өмірде емес, жай ғана қағаз жүзінде екеуміз үйленейік. Одан кейін бала шамалы барлығы реттелгеннен кейін, әкелері келгеннен кейін мүмкін ажырасармыз дейді. Бірақ жаңағы дәрігердің аты Мұрат оған келіспейді. Ол баяғыдан бері Жанданы ұнатып жүрген қыз болатын. Ұнатып жүрген жігіт, жаңағы Жандан деген қызды баяғыдан бері мектептің кезінен бастап ұнататын. Бірақ енді Мұратты ол Жаннан жақсы көрмейді. Ал Мұрат болса оны шынымен де жақсы көреді. Тіпті ауылдағы ата-анасына дейін оған тойға шақырып үйленетінін айтады. Бірақ Жандан оған, сен неге олай жасадың? Біз тек қана қағаз жүзінде ғана үйленеміз ғой. Бұл былай барлығын даулықтырма деп оған солай деп бұйырады. Сонымен бүгінгі бөлім аяқталды. Егер де ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.